Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте жеңіл әрі дәмді болып шығатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецептпен дастарханыңыз өте әдемі көрінеді. Жаңа жылға да осы салатты жасап қойсаңыздар болады. Салаттың барлық құрамы видеоның астында. Ең алдымен піскен тауықтың етін осылай 4 бөлшек етіп турап аламыз. Бұл салаттың құрамы үлкен бір тарелкаға арналып жасалған. Егер сіздер тағы да көп жасағыларыңыз келсе, 2 есеге құрамын көбейтсеңіздер болады. Одан соң 2 жұмыртқаны 4 бөлшек көбек қылдырып тураймыз. Ендігі кезекте консервіленген ананасты да көбек қылдырып турап шығамыз. Ірімшікті үкіштен өткіземіз. Біздің барлық құрамымыз дайын, енді салатымызды жинауға кірісеміз. Ең алдымен тауықтың етін алып, оның үстіне майонезді осылай жағып шығамыз. Оның үстіне жұмыртқа, одан соң тағы да кішкене майонез. Одан кейін ананасты саламыз. Ананастың үстіне ірімшікті салатын боламыз. Ірімшіктің үстіне майонезімізді әдемі етіп жағып шығамыз. Кейін салатымыздың үстін өз қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Мен осылай жаңғақтарды қойып шықтым, немесе гранатаны әдемі етіп қойсаңыздар болады. Міне достар, біздің салатымыз дайын. Жаңа жылдық дастарханға өте әдемі көрінеді. Оның үстіне өте дәмді, әрі тез дайындалады. Осы рецептпен жасап, менің арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.